Бәке, сізге спорт қандай плюс берді, қандай минус берді? Спортпен айналысып, шұғылданып жүріп, мен негізі Астанада басқа кәсіппен айналысқам. Общепитпен, недвижимость, жақсы ол жерден табыс көріп жүргем негізінде. Карантин болады, карантин кезінде жүгірумен айналысып кетем, көп спортпен айналысып кетем. 5 жыл тоқтамай жүгіріп, бүкіл спорттың арқасында жаңағындай шарап, арақ, шарап, ішетін, шегетін, оның бәрін қойып спортқа кетем, спортпен жүгіріп кетем. Көкем, әкем ақша беретін ешкім болмады. Бұл қалада, Астанада бір танысым, бір досым, бір туысқаным болмаған менің. Сөйтіп, үлкен идея, энтузиазммен туылған бұл проект 150 миллион мені сындырады негізінде басында. Қатты сындырады. 150 миллион емес, ол 130 миллион ғой изначально. 130 миллион мені қатты сындырады. Ойланам, толғанам, ақырын спортымды қоям, ақырын қайтадан темекі шегіп кетем, психовать етіп. Қайтадан ішіп қоятыным болды. Жаңағындай психовать етіп, 1-2 бокал пиво ішіп, қате жолмен кетіп қалған күндерім болған. Жаңағы 130 миллионым 150-ге жетіп, қайтадан мен без конца ұрына бергеннен кейін, мен не түсінбей жатырмын бұл өмірде. Бұл қиындықтың бәрі бір нәрсені түсінбегендіктен. Бір нәрсені түсінбесең, Алла тағала саған жаңағындай бере береді. Сынақты бере береді. Жақсылықты емес, сынақты. Сынақтың өзі ол жақсылықтың бір тірлігі. Сен оны түсінсең, сен оны жеңіп барып мықты болып кетесің. Сен оны түсінбесең, сен оны сынасың. Жаңа мен басында сындым. Ақылшы, кеңесші ағама бардым. Ағам маған кеңестерін берді. Жаңағы мынау бәрін қой. Жаңағы бір керемет проект бар, Қаһарман деген. Сол жерге бар деді. Сол жерге бардым. Сол жерден бірінші күннен бастап шегетін нәрселердің бәрін жаңағындай бәрі менен кетті. Бір сегізай болып қалған шығар.